Менің атым Бекмұрат Айару. Мен бірінші Д сыныбында оқимын. Мен бүгін ертек оқыдым. Оның тақырыбы қасқыр мен кірпі. Bir күні қасқыр кірпіні ұстады. Қасқырдың тұмсығы қанайды. Сонда қасқыр былай дейді: мен сені сүйейін деп едім, бірақ сен инелеріңді тастамайды екенсің. Сонда кірпі күледі екен: сен тістерің түсіп қалған кезде мен инелеріңді алам дейді. Спадек Батыр Абзалұлы бірінші сынып оқушысы. Қасқыр мен кірпі. Орман шетінде кірпіні қасқыр бас салады. Оған кірпінің инелері қанжалдай болып қадалады. Қасқырдың тұмсығы қанға боялады. Мен Боранбаева Аян, мен бірінші сыныпта оқимын. Мен мынандай ертегі оқимын. Демалыс күнде түлкі мен жолбарыс бұрынғы уақытта түлкі мен жолбарыс жолдас болады. Мұхаммед Кемел бірінші Д сыныбында оқимын. Арнұр мен Нұрлан Нұр-Сұлтанда тұрады. Олар ақылды, дарынды оқушы. Зархан Адия. Мен бірінші Д класында оқимын. Менің ертегім Құмырсқа мен елік. Құмырсқа мен елік дос болыпты. Хайуандар құмырсқамен дос болғанын несі депті. Bir күні елік су ішіп тұрады. Мен Юлдашева Раяна, бірінші Д сынып оқушысымын. Әкем Асқар тауым, төбесінде бұлттаулар, жер бетінде тұр таулар. Бірақ мына мен үшін бәрінен биік бір тау бар. Кім десе егер сенерім, әкем менің дер едім. Сол биікке күн сайын қарап өсіп келемін.